Қайырлы күн құрметті көрермендер. Сапаны басқару видео курсының келесі тақырыбына көшуге рұқсат етіңіздер. Және біздің келесі тақырыптың аты сапаны басқарудағы мотивациялық процестерге жалпы шолу. Мотив ұғымы көбінесе белгілі бір мақсатқа жетелейтін іс-әрекетке дайындалық түрінде адамды көрінетін тілек, жоспар, қорқыныш және тағы басқалар сияқты психологиялық құбылыстарды белгілеу үшін қолданылады. Адамның іс-әрекеті көптеген мотивтермен басқаларды, оларды өзара әрекеттеуінің жиынтығы мен ішкі процесі мотивация деп аталады. Мотивация адамның әртүрлі қажеттіліктермен тығыз байланысты. Ол қажеттілік туындаған кезде, бірдеңе болмаған кезде көрінеді. Мотивация бұл әртүрлі мотивтердің жиынтығы мен іс-әрекетке шақыру. Адамның белгілі бір жағдайда қаншалықты белсенді және қандай бағытта әрекет ететінін анықтайтын белгілі бір жеке мемлекет құру. Мотив немесе ынталандыру бұл бірдей жағдайларда жүзеге асырылатын іс-әрекеттегі жеке айырмашылықтарды түсіндіру үшін қолданылатын ұғым. Мотив бұл себеп, әрекет ету қажеттілігі, бір нәрсені ынталандыру. Мотивация көзқарас ұғымымен байланысты. Ол адамның мінез-құлқын, белсенділерін және бағыттайды. Мотивация екі бөліктен тұрады: белсенділік пен бағдар. Мотивация мен қарым-қатынас неғұрлым тұрақты және ұзақ әсер етеді. Мотивация процестері әртүрлі бағытқа ие болуы мүмкін. Мақсатқа жету, немесе одан аулақ болу, іс-әрекеттерді жүзеге асыру, немесе одан бас тарту. Бұл тәжірибемен ол немесе теріс эмоциялармен қуаныш, қанағат, жеңілдік, қорқыныш, азап бірге жүреді. Мотивация белгілі бір психофизикалық стресспен бірге жүреді, яғни қозу, толқу немесе бұзылу күйі. Мақсат пен мотив бірдей емес. Мысалы, адамның мақсаты болуы мүмкін, тұрақтылықты жерін өзгерту, ал мотивтер әртүрлі болуы мүмкін. Жағдайын жақсарту, әлеуметтік жерін өзгерту, шеңберді өзгерту, жұмыс орнын, тұрғылықты жерін жақындату, туыстардың жанында тұру және тағы басқа мотивтерден бір бөлігін адам түсінбеуі мүмкін. Мотивацияның екі формасы түбегейлі ерекшеленеді: сыртқы және ішкі. Сыртқы мотивация бұл мақсатқа жетудің құралы. Мысалы, ақша табу, тану, жоғару лауазымға ие болу. Сонымен қатар, оны екі бағытта қолдануға болады: артықшылықтарды күту кезінде ынталандыру ретінде үміт қағидасы, кемшіліктерді күту кезінде қысым жасау құралы ретінде қорқыныш қағидасы. Сыртқы мотивация мінез құлыққа тікелей әсер етеді, бірақ ынталандыру немесе қысым ретінде қабылданған кезде оның тиімділігі шектеулі болады. Ішкі мотивация бұл мағынаны түсіну, сенімділік. Бұл идея мақсаттары мен міндеттер іс-әрекеттің өзі лайықты және орынды деп қабылданған жағдайда пайда болады. Бұл іс-әрекеттің бағытын анықтайтын нақты мемлекет жасайды. Ал мінез-құлық тиісті ішкі көзқарастың нәтижесі болады. Және бұл тек адамға ғана қатысты емес. Көптеген ұйымдар сыртқы мотивацияға байланысты сапа жүйесін құру басталады. Бәсекелестік, артықшылыққа деген үміт және нарықтағы позицияны нығайту, өнімнің болашақ сапа стандартына сәйкес келмеуін қорқу және нарықты жоғалту оның негізін қалады. Басқа кәсіпорындар ақаулы өнімдердің пайда болуын болдырмау, олардың өндіріс әлеміндегі негізгі ұстаным болуы керек деген сенімге негізделген сапа философиясын енгізуді шешеді. Бұл ұстаным өмірдің көптеген салалары үшін жарамды. Бұл жағдайда біз ішкі мотивация туралы айтып отырамыз. Егер идея, тапсырма немесе іс-әрекет орынды және құнды нәрсе ретінде қабылданса, ішкі мотивация бар. Бұл үшін жауапкершілікті сезіну керек және нәтижелерді болжау білу керек.
Сонда мінез құлық тиісті көзқарастан туындайтын нәтижеге болады. Сыртқы мотивацияның жұмыс үшін маңызы зор. Өндірістің қазіргі әлемдегі ішкі мотивация барған сайын маңызды болу түседі. Бұл еңбек нәтижелеріне және жұмысқа деген көзқарасқа ұзақ мерзімді әсер ететіндіктен маңызды. Оның әсері неғұрлым күшті болса, жұмыс мазмұнына қойылатын талаптар неғұрлым жоғары және әртүрлі болса, соғұрлым адамның ішкі жағдайы оған сәйкес келеді. Сыртқы мотивация бастапқы кезеңде тиімді жұмыс жүйесін құруға тірек рөлін орындауы керек. Оны шоғырландыру кезінде қосымша қолдау ретінде қарастыруға болады. Алайда қызметкерлердің мінез құлқындығы ұзақ мерзімді мотивация мен тиімді өзгерістерге ішкі мотивация жасалған жағдайға ғана қол жеткізеді. Кәсіпорында сапа жүйесін енгізу көбінесе олар үшін ынталандыру болып табылатын сертификат алуға бағытталған. Осы мәселені шешкеннен кейін кәсіпорында сапа жүйесін сақтауға деген қызығушылық пен ұмтылыс азаяды. Ұқсас жағдай күтілген артықшылықтың төмендеуімен, мысалы шығындардың қысқа мерзімді өсуімен немесе тапсырыс санының азаюымен туындайды. Күш жігердің әлсіреу байқалады және өнімнің немесе қызметтің сапасын жақсартуға бағытталған мінез құлық өзгереді. Бұл қызметкерлер үшін өте әділ. Егер бонустар, қызметтік автокөліктер және шетелдік іссапарлар сияқты артықшылықтар жоғалып кетсе, немесе оларға үйреніп кетсе, онда белсенділік төмендейді. Ал қажетті мінез құлық нашарлайды және нашарлайды. Сыртқы мотивация осылайша қысқа мерзімді және мезгіл ынталандырушы немесе көмекші ретінде әрекет ете алады. Сапа жүйесі үшін нақты пайда кәсіпорында ішкі мотивация құру арқылы ғана мүмкін болады. Ішкі мотивацияны құру көбінесе хабарлық пен эмпатия процестерімен байланысты. Сонымен қатар иерархияның барлық деңгейлеріндегі жетекшілер мен аудиторлардың қызметіне үлкен мән беріледі. Қиын міндет ішкі уәжді қалыптастыру және оны сақтау. Кәсіпорын мен қызметкерлер үшін бұл орынды және маңызды екендігіне сенімді болу керек. Соңғысында жауапкершілік сезімін және оны жүзеге асыруға белсенді қатысуға деген ұмтылысты дамыту қажет. Тыңдағаныңызға рахмет. Сізбен бірге Айбек Имашев.